Солтүстік шамдар, әдетте солтүстік шамдары деп аталады. Ең қызықты табиғат құбылыстарының бірі болып табылады. Ғасырлар бойы адамдар оның не екеніне таң қалды. Аврораны өз көзімен көрген әрбір адам бұл керемет көріністі мәңгі есте сақтайды. Түнгі аспанда түрлі түсті матаның шатыры тербеліп тұрғандай, немесе кейбір шетелдіктер жердегілер үшін керемет лазерлік шоу ұйымдастырып жатқандай. Жерде полярлық сәулелер көбінесе шамамен 110 шақырым биіктікте байқалады. Дегенмен, қызыл жарқырау 400 километрге дейінгі биіктікте тіркелген. Солтүстік шамдарды алғаш зерттеген ғалым Галилео болды. Аврора кейде небәрі 10-20 минутқа созылады, бірақ кейде оны 40-50 сағат қатарынан байқауға болады. Көбінесе полярлық сәулені Аляска мен Гренландияда байқауға болады. Солтүстік жарықтар бұл ең әдемі табиғат құбылыстары, бірақ оны көру оңай емес. Бұл жер шарының полярлық аймақтарында күн белсенділігі ең жоғарғы болған суық мезгілде пайда болады. Солтүстік жарықтар Финляндияда, Норвегияда және басқа Скандинавия елдерінде, сондай-ақ Ресей мен Алясканың солтүстігінде көрінеді. Солтүстік шамдарды көруге тырысатын орынды таңдаңыз. Мұны істеу үшін сізге кейбір солтүстік елдің полярлық аймағына бару керек. Норвегияда сізді таңғажайып пейзаждар күтеді. Онда сіз полярлық түнде жылына бірнеше рет солтүстіктің әдемі шамдарын көре аласыз. Оны Исландия мен Финляндияда да көруге болады. Финляндияда бұл үшін ең жақсы орындардың бірі, өйткені бұл елдің экологиясы мен ауасы өте жақсы. Бұл елдегі солтүстік жарықтарды бақылаудың ең қолайлы уақыты қыркүйек пен қазан айларында, сонымен қатар ақпаннан наурызға дейін. Pohjankrulu шағын фин елді мекенінде тіпті осы құбылысқа арналған экскурсиялар үнемі өткізілетін солтүстік жарықтар үйі бар. Егер сіз шетелге барғыңыз келмесе, онда Ресейдегі солтүстік шамдарды бақылаңыз. Еліміздің солтүстігінде осы құбылыстың сұлулығынан ләззат алуға мүмкіндік беретін орындар бар. Мысалы, Кола түбегі. Көше шамдарынан жарық шықпайтын қаланың сыртындағы шамдарды қадағалап отырған жөн. Бұл үшін Хибинде орналасқан ауылдар ең жақсы орын болып табылады. Сіз мұнда шаңғы немесе сноуборд тебуге де болады. Ресейдегі солтүстік шамдарды қайдан көруге болады? Хатанга, Краснояр өлке, Архангельск, Архангельск облысы, Мурманск, Мурманск облысы, Кибин, Кола түбегі, Воркута, Коми республикасы. Кейбір аймақтарда табиғаттың ажайыптарына таңдай қағып жайлы тұруға болатын арнайы жұлдызды қалашықтар құрылды. Лапландия норвегиялық туристердің көпшілігін тартады. Бұл аймақта бақылау палубасы бар обсерватория бар. Альта қаласында Аврора фестивальдері өтеді. Жыл сайын солтүстік шамдарды көргісі келетін туристер саны бірнеше есеге артады. Жалғыз кемістігі құбылыстың алдын ала болжанбайтындығы және қол жетімсіздігі.